жылға дейін Мюнхендік 5-ші сериядағы, яғни E34 седандарының моторлары аса мықты болмады. BMW жылдамырақ, бірақ Mercedes бұл жылдары 5-ші сериялы BMW-дан қалыспайтын 190 аттың күші бар 3 литрлік қозғалтқышы жасап шығарды. Бұдан кейін BMW 1989 жылдың қаңтарынан бастап M5 белгісімен 5-ші сериялы BMW-ның өндірісін бастады. Оның 3,6 литрлік 315 аттың күші бар қозғалтқышы 100-ге дейін 6,3 секундта жеткен. Ал максималды жылдамдығы 250 км/сағатына болған. Сонымен 1989 жылы 315 аттың күші бар BMW E сериясындағы Mercedes-тен жылдам болды. Mercedes-ке басты бәсекелесінің мұндай жауабына жауап беретін ештеңке болмады. Тіпті 1989 жылдың күзіндегі кішігірім рестайлингтен кейін де ең мықты E сериялы Mercedes сол баяғы 300E болды. 300-дікті жаңартқаннан кейін 129 кузовындағы Roadsterге салынғандай 4 клапанды 3 литрлік 104 қозғалтқышы пайда болған. Бұл Mercedes-те 200-ден астам аттың күші болды. Бірақ бұны M сериялы BMW-ның параметрлерімен салыстыру мүмкін болмады. 119 индексі бар 326 аттың күші бар қозғалтқыш максималды қуат көрсеткіші бойынша BMW-дан аса көп болмады. 5 литрлік 4 сатылы 124 Mercedes 100 км/сағатына 6,1 секундта жеткен. Яғни M5-тен сәл тезірек, ал максималды жылдамдығы 270 км/сағатына болған. Іс жүзінде көп нәрсе жүргізушілерге байланысты. Hammer деген лақабатқа ие болған 300E 5.6 AMG моделін айтпасақ, 124 кузовындағы Mercedes-дің тарихы толық болмайды. 124 кузовында ең алғаш V8 образы қозғалтқышталған 500E, яғни Волчок десеңіз қателесесіз. Ең алғаш V8 образды қозғалтқышталған 300E 5.6 AMG, яғни Hammer болды. Бұл V8 образы 360 аттың күші бар қозғалтқыш өте мықты болды. Осыған байланысты 300E AMG 100 км/сағатына 5,4 секундта жеткен. Және барлық седандар ішінде ресми түрде алғаш рет 300 км/сағатына жеткен алғашқы автомобиль болған. Міне достар, біз сіздерге BMW және Mercedes арасындағы бәсекелестікті көрсеттік. Алдағы уақытта бұл екі компания арасында болған тағы да бәсекелестіктерді көрсетеміз. Видео ұнаса лүпіл басып Альянс арнасына тіркел. Видеоны Mercedes и BMW вечное противостояние деп аяқтайын.